Hey, сәлем достар, сен біргемен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар өте бір қызықты видеоға реакция түсіретін боламыз. Бұл видео мен туралы, бұл видеоны достар бана мен 5 минут бұрын байқадым. Қазір бірге көретін боламыз. Бұл видеоның атауы Нұрлан қалам туралы 50 факт. Маған видео шынымен де қызықты болып тұр. Мен видеоны әлі көрген жоқпын. Қазір бірге көретін боламыз. Каналдың аты Аламұрат влог. Ал, кеттік ал. Лайктарыңызды басшырыңыздар, арна жазылыңдар, азмаған болсаңыздар. Let's go! Нұрлан қалам туралы 50 факт. Блин, сразу байқаған заттардың бірі қалам әрпі кішкентай әріппен жазылған. И сонымен қатар бұл К әрпі, Қ емес. Менде қалам Қ-мен жазылады. В общем, достар, видео басталған жоқ, өзі мен неше түрлі заттар айтып жатырмын. Достар, мен перфекционистпін. Мен сондай адамын. Мен перфекционистпін. Мен андай әрбір әріп дұрыс тұрғанын қалаймын. В общем, жақсы достар, көрейік, видео қызықты сияқты, мен ойымша. Кеттік, мен сөйлемеуге тырысам енді, мен туралы видео ғой енді. Мен туралы видео шықпалы көп болды шыны керек YouTube-та. Достар, мен туралы видео түсіріңіздер, мен туралы осындай факттар түсіріңіздер, айсберг жасаңыздар, мен өте қуанышты болам и реакция түсірем. Сіздердің каналдарыңызды дамытам, айтпақшы, осы видеоның ссылкасы төменде болады, өтіп, лайк басып, авторды қолдап кетсеңіздер болады. Кеттік. Қане кеттік. Нұрлан Атырауда туылды. Дұрыс. 98 жыл. 25 жаста. 25. Тоқта, тез айтып отыр да. Мен мындай формат соңғы кезде атақ топ кеткенін байқадым. Мысалы, мен байқадым мындай 100 факт мистер Бист туралы, тағы басқа неше түрлі ютуберлер туралы шығып жатыр. Қуаныштымын мен туралы жасағандарына. Микрофонмен кішкене шамалы бұл видеода. Автор телефонмен түсіргені көріп тұр, телефонмен жазғаны, ешқандай микрофон қолданбаған көріп тұр. Дауыс кішкене дұрыс естілмеуі мүмкін, достар, енді білмеймін, енді барынша естуге тырысайық. Беріш деді, Атырауда тұрады деді, және 1998 жыл деді. Әзірше ешшеден қате жоқ. Нұрланның туысқан ағасы бар. Нұрланның туысқан ағасы бар дейді, Айшуақты көрсетеді. Керемет. Ойлап қалмаңыздар, Айшуақ менің туысқаным деп. Айшуақ жай ғана менің досым. Мен шынымен де туған ағам бар. Мен онымен даже видео түсірген болаттымын. Осы видеода мысалы. Основной YouTube каналында 534 мың подписчик бар. 534 дұрыс. 247 видео бар. Основной каналында общий просмотр 165 миллион. Нұрлан YouTube каналы 14 декабрьдің 2017 жылы ашылды. Ең танымал видеолар 1,5 миллион и 1 миллион просмотр жинаған. 1,5 миллион просмотрлық видео 2022 жылы шыққан. И ода 35 мың лайк бар. Ең бірінші ролик 16 декабрь 2017 жылы шыққан. И әзірше бәрі дұрыс. лайк жинаған. Нұрлан қатар реакция видеолар түсірді. Нұрлан қаламның телеграм каналы бар. И ода 617 подписчик бар. Достар, айтпақшы, менің телеграм каналы жазылыңдар. Мен айтуға ұмытып кете берем. Бізде телеграмда әрқашанда видеолар туралы неше түрлі инсайттар шығып отырады. Мысалы, видео шығама, мен сол туралы материалдар телеграмға салам. Телеграмға жазылыңдар. Бірақ спам еше жазбаңдар шанда. Мен бан етемін андай спам жасайтын адамдарды. В общем, клиент адекватный адамдарды жинаймын телеграмға. Бір жағынан сол үшін мен телеграмда көп айтқым келмейді, өйткені көп айта берсе неше түрлі адамдар келіп бастайды, спам толып кетеді. В общем, ұнатпаймын ондайды. Телеграм андай бір жақсы бір жер ғой, андай ешқандай срач жоқ, ешқандай спам жоқ, тып-тыныш жер ғой. Ал инстаграмда 8 мың подписчик бар. Нұрланда қалам.mp инстаграм аккаунтта. Ода әр түрлі рилстер түсіреді. Нұрланда мультиканал бар. Мультиканалда 67 мың подписчик, 44 видеосы бар. Видео шығарып берген на каналда. 9 жылы 23 декабрьде ашылған болып, ода 3,5 миллион жуық просмотр бар. Мультиканалда алғашқы видео 47 мың просмотр жинаған. Ол 2019 жылы 27 декабрьде салынған и 5 мың лайк бар. Ал ең танымал видео... Меніңше бұл факттер қатты қызық емес сияқты, андай просмотрларды айту, әрбір датасын айту, меніңше бұл қатты қызықты болмайды сияқты. Меніңше басқа факттер айтқан дұрыс деп ойлаймын. Авторға айтып отырмын. 60 мың просмотр жинаған болып, 2020 жылы... Ешкім вау демейді ондай даталарды көріп. 2020 жыл ма деп, білмеймін, бәлкім қызықты шығар, білмеймін. Мен ойымша білтірлі сияқты бұл факттар. 30-шы июньда салынған, и ода 11 мың лайк бар. Нұрланның ең жақсы көрген ойыны бұл Майнкрафт и GTA. Майнкрафт және GTA Райан Гослингпен оқып қойған ба? Керемет. Шыны керек, менің сүйікті ойындарым бар ма, жоқ па, мен өзім де білмеймін. Соңғы кезде ойындар ойнамайтын болып кеттім. Әрине маған GTA ұнайды, бұрынғы GTA-лар ұнайды. GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 4 ұнайды маған. GTA 5 былай арасында, просто былай ойнайын, бірақ шыны керек, осы енді GTA 6 шыққан кезде бәлкім ұнатып қалармын. Әзірше, GTA-дан жалықтық өзі, жаңа бөлімі қашан шығады? Тезірек шықса ғой, білесіздер ғой, осы жақында жаңалық шықты ғой, осы декабрьде жалпы осы трейлерін көрсету керек. Бір не деп кеттің бәрі, жалғастырайық. Нұрлан музыка тыңдауды қатты жақсы көреді. Нұрлан уақытында официант болып істеген. Музыка тыңдауды жақсы көремін. Официант болып шынымен жұмыс жасадым. Нұрланның алғашқы каналы бұл Raymond Channel. Дұрыс. Олттар кім біледі Raymond Channel'ды? Лайк басыңдар. Көп шетінеді.
энергетиктерді мен көп ішем. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, осы бір жыл бұрын мен көп ішетін болдым энергетиктерді. Қазірде арасында ішем енді, аптасына бір рет ішетін бармын. Негізі жалпы ешкімге ұсынбаймын. Бұл жүрекке зиян. Мен ойымша арасында болады деп ойлаймын. Әсіресе монтаж жасаған кезде түнде энергетиксіз мен ойымша кішкене қиындау, ұйқы басып кетеді. Энергетикпен кішкене заряженный отырасың. Нұрлан футболға қызықпайды. Футболға қызықпаймын шынымен. Блогерлермен коллаб жасады. Нұрлан основной каналда 600 мың подписчик емес, ал 1 миллион подписчикке жол қойды. Нұрлан телевизор көрмейді. Нұрлан YouTube, Instagram. Телевизор көрмеймін. Телевизор жоқ даже. Мына үйде қазір мен тұрып атқан телевизор әше жасамайды. Телевизор бар, бірақ телевизорды қосылмайды, короче, в общем, жасамайды. Так что уже 2 жыл бойы жатырмын, яқта телевизор, бірақ жасамайды ол әше. Нұрлан YouTube, Instagram и TikTok'та актив отырады. Нұрлан 10 мың лайк жинайтын видео қылды, бірақ одан 4800 Так, ескі видео, брат. Ескі видео. Так, не үшін бұл 10 мың лайк жинаған жоқ? Біріншіден, ол кезде менде активпен үлкен проблема болды. Ол кезде мен YouTube-та жарты жылға тастап кеткен болатынмын. И содан кейін келіп осындай видео түсіремін. Ол, конечно, жинамайды, өйткені сен каналыңды уже бәрі ұмытып кетті. Кейін уже актив менде көтеріле бастады. Егер де мен қазір осындай видео түсірсем, 10 мың лайк изи жиналатын сияқты. 4800 лайк жиналған. 2019 жылдан 2023-ке жегем har түрлі болып өзгерді. Өзгердім ба білмеймін енді. Просто мұрт өсіріп алды, болды все. Негізі ана мұртты мен не үшін өсірген білесіздер ме? Просто бағанағы превьюда кішкене болсын бір өзгешелік көрініп тұрсын деп. Так мұрт менде бұрыннан өседі негізі. 2020 жылдардан бері қатты өседі негізі. Нұрлан өте көп реакция түсіреді. Реакция түсіремін. Нұрлан хейтерлерге жауап деген 5 видео бар. Нұрлан менің хейтерлерім, олттар білесіздер ме? Неге жалпы жалғасын түсіргім келеді мен. Бірақ білмеймін, сіздерге ол қызықты бола ма, қызықты болмай ма, сол жағын түсінбеймін. Қалам каналында 52 плейлист бар. Нұрлан Алматыға көшіп келді. Нұрланның TikTok 18+ге арналған. Нұрлан TikTok 18+ге арналған. Шыны керек, айта алмаймын 18+ деп. Просто менің TikTok-тағы видеоларымды YouTube-тағы көрермендерім түсінбеуі мүмкін. Өйткені менің YouTube-тағы көрермендердің көпшілігі бұл жасөспірімдер, балдар ма, білмеймін, көпшілік балдар. Әрине мен кішкене взрослый аудитория болған қалаймын. Жалпы мен ешқашан ондай детский контент жасамаған сияқтымын. Бірақ сонда да енді балдар көп қарайды. Білмеймін неге екенін. Сіз асып кетіңдерші, бар ма біздің каналда 18+ аудитория? Меніңше бар сияқты. Болу керек, әйтпесе болмаса бұл өкінішті. Нұрлан активно один блог түсірген еді. Нұрлан Q-Style да бар еді. Q-Style. Нұрлан Voice-та GTA San Andreas'ке озвучка берді. Нұрланның основной каналында 7 шортс бар. Шортс салатын айтпақшы. Білесіздер ме осы? Соңғы кезде шортстар жақсы өтеді негізі. Бірақ мен шортс жасауға ерінем. Ең көп просмотр жинаған шорт бұл 127 мың. Нұрлан каналында 8 прямой эфир бар. Алғашқы эфир негізі тағы да эфирлар болды, бірақ мен олардың бәрін жауып тастадым. Ақырғы прямой 10 июнь 2023 жауып тастадым барлық стримдарды бұрынғы. Эфирде 186 мың адам көрген. Ал достар, бұл ақырғы все бітті ма? Күтіп қалама комментте. И келесі елу факт кім туралы болсын. В общем, контент жақсы. Маған ұнады. Кішкене монтаж жағынан кішкене жұмыс жасауға болады. Сонымен қатар ең бастысы микрофонды кішкене дұрыстау керек. Бәлкім кішкене анық сөйлейсің ба, бірақ кейбір сөздер дұрыс естілмейді. Мен енді наушникпен отқасын бәрін естідім, бірақ сіздер қазір көрермендер дұрыс естімеген шығарсыздар деп ойлаймын. Өйткені мен сөйлеп жатырмын, еще ар жағында анау сөйлеп жатыр. Вообще кішкене дыбысы қуып кеткен жоқ қой бұл видеоның, білмеймін ал. Мемы от Нұрлана дейтін бар екен ғой мұнда, мен көрмей алыппын. Так, көрейік ал. Не мынау? О, Амир. Бұрынғы TikTok видеолар ғой мынау. Короче, TikTok-тағы мен видеоларым, мемдарым десем де болады. Бұрынғы, қазір мен TikTok-ым банға кетті. Нұрлан қаламчик, ебой. Так, не бар тағы да? Күннен бастап мен дейтін легендарка деп атаймын. Яғни легендаркалар. Негізі кринжовый ат негізі. Осы момент, ең ұнайтын момент баған осы. Еще импровизация болды. Ешқандай дайындалған жоқпыз бұған. Ё-моё. Кайфнул. Короче, видеоға лайк басам, керемет видео, маған ұнады. Айтқанымдай банағы минустардың бәрін дұрыстайтын болсам, брат, сен каналың жақсы даму мүмкін. Но формат дейтін өте керемет. Мында жазып кетіпсің, егер Нұрлан қалам мынаған реакция түсірсе, мен Майнкрафт ойнап бастаймын дейсіз. Жоқ, брат, керек емес Майнкрафт ойнап, Майнкрафт тела жетеді өзі. Одан да міне осындай форматты дамыт қазақ ютубында, өйткені бұл керемет. Меніңше қазақ ютубында көп сияқты ютуберлар, тек қана ютуберлер емес, басқа да атақты адамдардың барлығына осындай факттар түсірсең, меніңше
қызықты болады деп ойлаймын. Ал сіздермен бірге болған Нұрлан Қалам, келесі кездескенше сау болыңдар.